Француз жазушысы Оноре де Бальзак кез келген ғылымның кілті сұрақ белгісінде жатыр деген екен. Бүгін біз жаңа әлемдердің кілтін және бүкіл сұрақтарымыздың жауабын табу үшін қайта кездесіп отырмыз. Эфирде білім әлемі бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Саннұржан Сүлейменов. Қазір жұрт жаһандану туралы көп айтып жүр. Әртүрлі өркениеттер мен мәдениеттердің өзара кірігіп, бір-бірін байыту құбылысы осылай аталады. Анығына келсек, жаһандану үрдісі бұдан біраз бұрын басталып кеткен. Мысалға, тарихы біздің дәуірімізден бұрын басталған Ұлы жібек жолын алуға болады. Ол кезде елдер арасында үлкен көлемде тауар алмасу жүрді. Қытайдан алтынмен тең дәрежеде халықаралық валютаға айналған жібек тасымалданды. Жібек мата ақсүйектер мен елшілерге сыйға берілді. Тіпті жалдамалы әскердің жалақысы да жібекпен төленді. Өз кезегінде Византия, Үндістан, Араб халифатынан саудаға Ферғананың атақты жылқылары, араб сәйгүліктері, түйелер мен пілдер әкелді. Саудагерлер әртүрлі тілде сөйлесті. Мәдениеттер мен діндер бір-біріне жақындады. Қазір өткен шаққа бірге шолу жасап, сауда қатынасының мән жайына үңілейік. Көне дәуір мен орта ғасырларда Шығыс Азияны жерорта теңізімен байланыстырған керуен жолы Ұлы жібек жолы деп аталды. Жібек жолының тарихы бірнеше ғасырға созылады. Бәрі біздің дәуірімізге дейінгі 138 жылы Қытайдың Хань астанасынан Чжанцзян деген князьдің көшбасшылығы мен елшілік керуеннің жолға шығуынан басталды. Ол кездегі ел императоры керуенді батыстың беймәлім елдеріне жеткізуге ниеттеді. Сондықтан бұл Қытайдан Орта Азия арқылы шыққан бірінші керуен болады. Көп ұзамай батысқа жібек тиелген керуендер лек-легімен жөнелтіліп, Қытайға жерорта теңізі, орталық шығыс және Орта Азия елдерінің тауарларын алып қайтатын мүмкіндік туды. Бұл керуен жолы негізінен Қытай жібегін тасымалдауға қызмет еткендіктен жібек жолы деген атқа ие болды. Жеңіл, жинақы және қымбат мата ретінде жібек алысқа тасымалдауға ыңғайлы тамаша сауда тауары болып саналды. Батыстықтар қансорғыш жәндіктерден құтқаратын, әрі әдемі, әрі жеңіл жібек матаны жоғары бағалаған. Ал Қытайға жергілікті жылқылардан асып түсетін араб сәйгүліктері, тәтті жемістер мен көкөністер әкелді. Сол кезде қытайлықтар бұршақ, пияз, қияр, сәбіз, анар, грек жаңғағы және інжір секілді өнімдерді алғаш рет көрді. Шығыстан батысқа жеткенше тауарлар ондаған саудагердің қолынан өтетін. Көлік ретінде негізінен алысқа төзімді түйелер мен есектер қолданылды. Бір керуеннің құрамында 3-тен 300-ге дейін көлік жануары болған. Ұлы жібек жолы ешқашан даңғыраған түзу жол болған емес. Жол жүйесі тау жоталарының әртүрлі асуларынан, шөлдерді айналып өтетін керуен жолдарының бірнеше тармақтарынан тұрады. Уақыт өте келе саяси жағдайларға байланысты бағдарлар өзгеріп отырды. Әсіресе Орта Азия арқылы өтетін аймақтың қатынасы қарқынды дамыды. Керуен жолдарының бойында бай қалалар пайда болды, өркендеп дамыды. Олардың қатарына Қазақстан аумағындағы Отырар, Түркістан, Тараз, Исфитжаб қалаларын да жатқызуға болады. Жібек жолының бір тармағы Алматы қаласы арқылы өтеді. Ұлы жібек жолының өркениет дамуында алар орны өте жоғары. Бұл керуен жолы батыс пен шығыс халықтарының экономикалық және мәдени байланыстарына үлкен үлес қосты. Осы жол арқылы технологиялар, инновациялар, діндер мен өнер түрлері таралды. Мысалы, батыстықтар жібекті, қағаз бен оқ дәріні жасауды үйренді. 15 ғасырда Орта Азиядағы соғыс қимылдарының салдарынан жібек жолының қатынасы тоқтады. Соның әсерінен теңіз саудасы дамыды деп есептеледі. Бүгінде Ұлы жібек жолы бүкіл әлемнің саяхатшыларын қызықтыратын тамаша бағдар болып отыр.
Өткенімізге салауат тарих бәрін өзі үйретіп жатыр. Ал болашағымыз қандай болмақ? 30-40 жылдан кейін біз қалай өмір сүреміз? Болжамдар өте көп. Жарық жылдамдығымен ұшатын ғарыш кемелері құрастырылады. Әлемдегі тілдердің 90% жойылады. Орташа өмір сүру ұзақтығы ұлғайып, адамдар 100 жылдан көп өмір сүреді. Қауіпті аурулардың көбінің емі табылады. 21 ғасырдың басында энергия ресурстары нарығына ең алғашқы таза энергия шығарылып, мұнай дәуірі өзінің ақырына жетеді. Барлық ақша бірліктері жойылады. Адамдар динозаврларды клондауды үйренеді. Ал американдық ғалымдар 21 ғасырда өркениет тарихында ең ғажайып төңкеріс болады деп сенеді. Бұл алтын дәуір нанотехнологиялар мен озық ғылымдардың ықпалымен орнайды. Біз білетін ғылымдар тарихы 400 жылдай уақытты қамтиды. Бұдан небәрі 100 жыл бұрын атомдар тек ғылыми болжам деп саналды. Ғалам тұрақты ешқашан өзгермейді деп есептелетін. Бүгінгі ғылымдағы төңкерістің басты бағыты гендер туралы ол кезде ешкім хабарсыз болатын. 21 ғасырда ғылым мен технология қарыштап дами бастады. Қазіргі біздің өмірімізді елестете алмайтын кең қолданыстағы құралдар туралы 19 ғасырда ешкім білген жоқ. Бұл күнделікті өмірдегі үйренішті теледидар, радио, телефон секілді құралдар. Таңданатын несі бар? Бұдан 10 жыл бұрын дербес компьютер мен ұялы телефондар кейбір адамдардың ғана қолында болатын. Бүгін ғылым уақыт өткен сайын күшті қарқынмен даму үстінде. Кейбір есептер бойынша қазір ол 15 мыңдай саладан тұрады. Ғылыммен айналысатын адамдардың да саны көбейді. Өте қызықты мәлімет ретінде айта кетсек, жер бетінде өмір сүрген ғалымдардың 90% біздің замандастарымыз екен. Қазірдің өзінде болашақтың ғылымы қандай болатын туралы болжам бар. Шетелдік ғалымдар ерекше көзге түскен бағыттар бойынша зерттеулер жүргізіп, келешектегі ғылымның негізгі даму бағыты нанотехнологиялар болатынын анықтады. Бұл ғылым саласының атомдар мен молекулаларды зерттеумен айналысатынын көбіміз білеміз. Ғалымдар нанотехнологиялар өмірімізге елеулі өзгерістер алып келеді дейді. Мысалы, өздігінен тазаратын бояулар, түсі мен пішінін өзгертетін киімдер пайда болады. Яғни адамдар заттардың қасиеттерін өздеріне ұнайтындай түрде өзгерте алады. Болашақ ғылымның және бір ерекшелігі адам өміріндегі виртуалдық кеңістік үлесінің ұлғаюы. Ғаламтор жарты ғасырға жетпейтін уақыт бұрын пайда болды. Бүгінде оны қолданушылардың саны 10 миллионға жетеді және барған сайын дамып жатыр. Бұл ретте ғаламтор ғылыми мақсатта жиі қолданылып жүргенін айта кету керек. Алдағы уақытта бүкіл әлемдік желі ғылымға одан да ауқымдырақ жаңалықтар ашуға мүмкіндік береді. Ғарышты игерусіз ғылымның болашағын елестету мүмкін емес. Ғалымдардың пікірінше, көп ұзамай фантастикалық фильмдерде көрсетіліп, кітаптарда жазылатын дүниелерді өз көзімізбен көретін боламыз. Фантастардың сүйікті тақырыптардың бірі жасанды интеллекті дамыту. Қазірдің өзінде мұндай қияли ойлар шындыққа айналып жатыр. Ақылды машиналар өмірімізден барған сайын көбірек орын алуда. Мамандар оларды келешекте адамның таптырмас көмекшілеріне айналады деп есептейді. Жоғары технологияларды дамыта отырып, ғылыми қауымдастық экологияны жақсарту туралы да ұмытқан жоқ. Әлемді таза ұстап, электр энергиясын үнемдеуді үйрену бүкіл адамзаттың алдында тұрған міндет. Болашақ ғылымының ең маңызды бағыты да осы. Жер шарын аман сақтап қалу арқылы келешекте бізді күтіп тұрған таңғажайып құбылыстардың бәрінің куәсі бола аламыз. Су ғалам шарымыздағы ең қарапайым әрі үйреншікті заттек.
Сөйте тұра судың жұмбақ сыры көп. Қазіргі күні жер шарының 70% су алып жатыр. Осынша су көлемінің ішуге тек 1% ғана жарайды. Жыл өткен сайын су ресурстарына қол жетімділік мәселесі күрделеніп келеді. Ерте ме кеш пе жер бетінде тіршілік нәріне тапшылық мәселесі туындайды деген қауіп бар. Адам баласына оттегіден кейін екінші қажет нәрсе су. Сусыз ағза небәрі 5-7 күн ғана тіршілік ете алады. Бүкіл өмірінде бір кісінің 35 тоннадай су ішетіні айтса сенгісіз дерек. Су тіршілік иелеріне өмір сыйлай отырып, өмірден айыруы да әбден мүмкін. Дүниедегі аурулардың көбі су арқылы таралады. Сондықтан ішуге тек таза немесе тазартылған суды қолданған жөн. Судың үстелімізге жеткенше қандай дайындық жолын жүріп өтетінін келесі сюжеттен тамашалайық. Біз қала тұрғындары күнделікті құбыр суын пайдаланамыз. Жуынамыз, душқа түсеміз, ыдыс-аяқ жуамыз. Бұл су қайдан келіп жатыр? Қалай тазартылады және қайда барады? 1,5 миллион тұрғыны бар Алматы негізгі 4 су көзінен қамтамасыз етіледі. Бұл үлкен және кіші Алматы өзендері, Алматы және Талғар жер асты су қорлары. Тәулігіне шамамен 660 мың текше метр су өндіріледі. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, мұндай су көлемі 2 миллион ваннаны толтыруға жетеді. Су құбыры болмаған заманда адамдар арықтағы суды пайдаланды. Ол кезде су таза болады. Арықта ешкім қоқыс тастамайды, немесе қолданылған суды төкпейтін. Қала тез өсіп дамыды, халық саны ұлғайды. 1901 жылы ағаштан жасалған алғашқы су құбыры салынды. Қазіргі қалалық сумен жабдықтау жүйесі күрделі механизмнен тұрады. Алматыда және қала маңындағы аудандарға 2,5 мың шақырымнан асатын су құбыры желілері тартылған. Жүйе құрамына өрт сөндіру гидранттары, су құбыры құдықтары, сорғы бекеттері, бекітуші, реттеуші арматуралар мен су алынатын шүмектер де кіреді. Пәтерлерімізге жеткенге дейін су мұқият тазарудан өтеді. Жер асты су көздерінің суын тұтынатын алматылықтардың жолы болған. Жер асты суы табиғи күйінде де таза. Жер қыртысында шоғырланған сәтте су топырақ, қиыршық тас, құм секілді табиғи сүзгілерден өтеді. Солай десек те өндірілетін судың тазалығы үнемі қадағаланып отырады. Күн сайын тексеруге судың үлгісі алынады. Мамандар су құрамындағы тұздар мен минералдар мөлшерінің шектен аспауын, ауыр металдардың және зиянды микроағзалардың, вирустар мен бактериялардың болмауын жіті назарда ұстайды. Ол үшін су бірнеше тазарту сатысынан өтеді. Алдымен су тұндырылып, хлор араластырылады. Қажет жағдайда коагуляция жүргізіледі, яғни ластаушы заттарды шөгінді түрінде тұндыратын химиялық қоспалар қосылады. Осыдан кейін су сүзіледі. Әдетте ұнтақталған керамзит немесе құм түріндегі сүзгі қолданылады. Соңында су құрамы кәдімгі тұздан алынатын натрий гипохлоридінің көмегімен залалсыздандырылады. Оңтүстік Астанадағы кәріз жүйесінің маңызы су мен жабдықтау жүйесінен кем емес. Алматы қаласындағы кәріз желілерінің ұзындығы 1000 шақырымнан асады. Қолданылған сулар қала сыртындағы коллекторларға жиналады. Кәріз жүйесінің тазалау нүктелерінде шайынды су механикалық және толық биологиялық тазартудан өтеді. Әрмен қарай тазалау үдерісі су жинау орындар мен биотоғандарда жүзеге асырылады. Тазартылған су сорбұлақ су жинау тоғанына жіберіліп, одан ары каналдар арқылы Іле өзеніне құйылады. Біздің уақытымызда су секілді ағып өтті. Қымбатты көрермендер, сендермен қоштаса отырып, жайлы демалыс тілеймін. Білім әлемінде жолыққанша сау болыңдар.